Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn past simple. Бүгін біздің сабағымыз past simple, яғни өткен шақ жайлы болады. Past simple деген ол өткен шақ. Жазып қояйын. Өткен шақ. Яғни өзінің аты айтып тұрғандай, бұл өтіп кеткен нәрселер туралы сөз қозғаған кезде пайдаланамыз, Осы шақ деген осы шақта, яғни күнделікті болып жүрген іс-әрекет. Ал past simple өткен шақ бұл өтіп кеткен нәрсені туралы айтқанда қолданамыз. Әдеттегідей біз сұрақ қойып, оған болымды, болымсыз түрде жауап беріп көрейік, Енді естеріңізде болсын. Өткен шақта сұрақ қойғыларыңыз келсе, бірінші орынға did деген көмекші етістікті қойыңыздар. Did, одан кейін зат есім қоямыз. Мысалға мен деген зат есім, яғни есімдік десеңіздер де болады. Did I, мен бір етістікті алайық. Help, көмектесу етістігін алайық. Help, яғни did I help? Мағынасы қандай болады? Аударып көрейік, яғни өтіп кеткен нәрсені сұрап жатырмыз. Яғни мен көмектестім ба? Did I help? Енді бұған жауап берейік. Мен көмектестім деп, осы кезде етістікке болымды сөйлемде D әрпі жалғанады. Яғни I helped. Енді мен көмектеспедім десе, мына didқа нотты жалғайын. Яғни I did not help. Yes? Қараңыздар. Did notты қысқартып didn't дейміз. Окей? Бірден сол қысқарған түрін жаза салайын. I didn't help. I didn't help. Did I help? I helped. I didn't help. Келесі. Енді сен деп сұрап көрейік. Сен көмектестің ба? Ты помог? Орысша айтқанда. Did you help? Сен көмектестің. You helped. Сен көмектеспедің. You didn't help. Okay? You didn't help. Келесі, біз туралы сұрайық. Біз көмектестік пе? Did we help? Біз көмектестік. We helped. Біз көмектеспедік. We didn't help. Okay? Келесі, олар туралы сұрайық. Олар көмектесті ме? Did they help? Олар көмектесті. They helped. Олар көмектеспеді. They didn't help. Келесі, ол көмектесті ма? Яғни ертектілерге біз he деп айтатын едік, Did he help? Ол көмектесті, он помог, he helped. Ол көмектеспеді, he didn't help. Окей? Енді ертектілерді қалай сұраймыз? Ол көмектесті ма? Она помогла? Или она помог? Did she help? Ол көмектесті, she helped. Ол көмектеспеді, қалай болады? Дұрыс, she didn't help. Мінекей. Мына жерде біз сұрақ қойып үйрендік, оған жауап бердік, болымды сөйлем жасадық және болымсыз сөйлем. Яғни сөйлемнің үш түрі бар: сұраулы, болымды, болымсыз. Яғни әрқашан мен сіздерге түсіндірген кезде осылай бірден үш сөйлемнің түрін жасап көрсем, бұл өте пайдалы болады. Енді тағы бір айта кететін жайт бар, ол мысалға етістіктердің барлығы дұрыс болмайды мынау сияқты. Яғни барлық етістіктерге өткен шақта ди жалғаймыз деп ойлап қалмаңыздар, Кейбір етістіктер болады, оларға ди жалғамаймыз. Олар мына сөз басқа сөзге айналып кетеді. Ондай етістіктерді дұрыс емес, неправильный глаголы деп атайды. Яғни help етістігі дұрыс болғандықтан, бұны неге дұрыс деп тұр? Себебі бұның түбірі өзгермеді. Жай ғана ди әрпін жалғады болымды сөйлемде. Ал кейбір етістіктер бар, олар мына болымды сөйлемде
мүлдем басқа сөзге айналып кетеді. Ондай етістіктерді неправильные глаголы деп атаймыз. Мен сіздерге келесі сабақта сол неправильный, яғни дұрыс емес, яғни бұрыс етістіктің бір етістігін алып жіктеп көрсететін боламын. Осымен біздің past simple өткен шақ жайлы ережеміз аяқталды. Келесі сабақта мен сіздерге дұрыс емес етістіктермен жасап көрсетемін, және арғы сабақта біз келер шақпен жұмыс жасаймыз. Алдыңғы сабақтарды көрмеген болсаңыздар, көріп алыңыздар. Ол жақта осы шақ болған, осы шақ, өткен шақ, келер шақты жақсы біліп алсаңыздар, сіздерге ағылшын тілінің фундаментін меңгердім деп ойлай беріңіздер, базовый сөйлей алатын боласыздар. Жақсы, олай болса сабағымызды аяқтайық. Сіздерге рахмет ретінде осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, жақсы пікірлеріңіз болса жазып кетсеңіздер, ары қарай менің видео жасауыма шабыт болар еді. Жақсы, олай болса сіздерге goodbye деп айтайын. Сау болыңыздар. See you next lesson.